Бүгінгі видеода қарындасым Қытайдың магазиніне не алғысы келетінін көреміз. Және де сол алған заттары өзіне ұнады ма, ұнаған жоқ па, соны да көреміз. Айтпақшы, Қытайдың біраз заты андай жағымсыз да, так что қарындасыма біраз ұнамай қалуы да мүмкін алған заты. Сол алған заттағы жеген реакциямыз осылай болды. Бір бәле оқасаң, онда біз жемейміз. Қышқылма. Точно не болған білгілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіздер, сонда түсінетін боласыздар. Келесі видео тез шыққанын қаласаңыздар, 195 мың подписчик немесе 3000 лайк жинап тастайық. Әр күн сайын видео шығарайын деп ойлап жүрмін. Если осы ойымды қолдасаңыздар, онда лайк басып, комментке жазып кеттіңіздер. Кетіп бастаймыз. Йо-йо, бәріңе сәлем достар, сіздер мәдетейді менерді және де менің жанымда Елана. Енді сіздер видеоны түсіңіздер деп ойлаймыз. Қазір Елана китайский магазинге апарамын да, и өзінің қалаған бір қызыққан, әйтеуір бір қызыққан бес сатын алады, и солардың дәмін көріп нағылатын болады. Түсінің ғой, иә? И біз сояққа қарай кеттік. Ал сіздер лайк басып каналға жазылып отырыңыздар, енді точно кеттік. Че там? Ең үздік ставка қайсы екенін білесің ба? No. Бұл Леон. Ол сонда не үшін үздік? Қазір түсіндірем. Леон ставкалардан, спорттан және онлайн казинодан ең үздігі. Және де 4000-ға жоқ ойын түрлері бар. Мысалы, Blackjack, рулет, баккара деген сияқты ойын түрлері бар. 2007 жылдан бастап бұл жұмыс істеп келе жатыр, сондықтан бұл ең сенімді ставка тігетін жер. Ал ерекшеліктеріне келетін болса, картаңызды оңай төлеп және де оп-оңай шығара аласыз. Ойынның өте көп түрлері және де живой казинолар. Және де сіздерге 24/7 қызмет ететін поддержкалар. Және де әрдайым бонустар, акциялар, турнирлар осы жақта болатын болады. Және ең бастысы жаңа ойыншыларға көптеген депозитіне бонустар. Леон ең үздік ставка тігетін жер. Все болды, міне келдік. И қалаған 4 сатыңды, 4 сатыңды, 5 сатыңды ала бер. Неден бастайсыз? Бұл жақта кәдімгідей көптеген выбор бар, көз кетеді бар ғой. Так что білмеймін қарындасым не талдайтын. Ал сіздер болсаңыз комментке жазып кетіңіздер. Сіздер қарындасымның орнында болған болсаңыздар не талдаушы едіңіздер? Опа, мынаны қараңыздар, емі қолға келетін чипсы яндай. Давай, талдаңыз, не аласыз? Давай, бірінші затыңыз. Енді 4 зат қалды. Алсаңыз ала беріңіз, өзіңіз қалаған затыңызды ала беріңіз. Мынандай соқтар бар екен, ема. Осыны аласыз ба? Давай, маңыз. Лимонный бар екен, басқа да неше түрлі дәмдер бар. Еба. Кәдімгідей жорстко орнала. Қараңыз, яқта мынандайлар бар екен. Мына есіңізде ма, бір ретінде жеген сияқты едіңіз ғой? Печенье ма? Я печенье, ну прикинь. Ема, мынандай бар екен. Мынандай бар екен, сыр қосылған бір нәрсе сияқты. О, сыр қосылған бір сэндвич сияқты бір зат екен, қараңыздар. Ема, осыны аласың ба? Давай, 2 зат болды, 3 зат болды, я? Енді тағы қандай зат бар? Мынандай заттар бар екен еще. Йо-май. Неше түрлі заттар бар. Басқа не алсаңыз, ашталып көрсеңіз бір рет. Мынандай қолға жасайтын заттар бар еще. Еба. Короче, мынандай. Бұны қазақ екен ма? Лапша. Так. Мынау әдетте классик. Бәр жерде бар. Бір ерекше көрінген заттар көрсеңіз. Мынау не? Мынау не өзі? Мынау ненің жұмыртқасы сұрап көрейік. Кешіресіз, мынау ненің жұмыртқасы? Бөдене ма, қалышы? Бөдене ма? Короче, бөдененің жұмыртқасы дейді. Осын көрмейсіз ба? Көрсеңіз қызық болады шығар. Бөдененің жұмыртқасын, короче, алатын болады. Алуға шешті по-любому. Қанша зат болды сізде? 1 зат, 2, 3, 4 зат болды. Соңғы 1 зат қалды. Соңғы қандай зат аласыз енді? Мам, яқта тағы бір жұмыртқа бар екен, прикинь. Жо, басқа жұмыртқа. Яқта печенье бар екен, андай. Үлкен жұмыртқа. Не бұл? Бұл әдеттегі жұмыртқа ғой бұл. Бірақ басқаша болады ау дәмі. Көресің ба алып? Еще мынау әдеттегі жұмыртқа емес екен, андай. Қазыма или үйрек па, соның жұмыртқасы ғой, короче. Көріңіз келмей ма? Ал көріңіз, 5-ші затын алды. И все. Енді үйге барып осы заттарды дәмін көріп жейтін боламыз. Қайсы жақсы болады деп ойлайсыз ба?
Қарнасым не алғанын көрдіңіздер. И сол үйге барып көретін боламыз. Міне заттарды алдық. Енді Елана, қалай ойлайсыз? Осы заттарыңыз мысалы 10 бағадан алатын болса қанша баға болады деп ойлайсыз? Көңіліңізден қаншалықты шығады деп ойлайсыз? 10 шығады деп 10 шығады деп ойлайсыз ба? Біз міне үйге келдік, және де міне қарындасының алған заттары мына алдымызда тұр, бесеуі, и өзі де тұр. Енді кішкентайынан бастай бересіз ба? Біз кәдімгідей нормальный заттар алдық. Мынау кәдімгідей механика ғой, қараңыздар. Мына трубочканы ашып, мына жаққа суға болады, еще мына жақтан. Но не білмеймін, ұстауға ма, или білмеймін, короче, қазір бір нәрсе қылып. Разберемся, короче. Так, мына жақта мынандай бар еще. Қайсы аштым дейді. Опана, қане. Мынандай жұмыртқа екен, қара. Мына кәдімгі жұмыртқа. Бір иіс шығып жатыр, әйтеуір білмейміз енді қандай иіс екен, бірақ та давай жеп көр. Давай тісте, же. Өзің алдың, өзің жеп көр, давай. Жемедің ғой сен? Қайсы? Кішкене ғана тісте. Қалай екен? Ұнады ма? Басқашалау ма? Баға берем ба? Қалай, ұнады ма енді, дәмі қандай? Бір түрлі екен. Бір түрлі? Ұнамады ма? Онша емес па? Давай, енді келесісін көретін боламыз. Round 2. Fight. Келесі бізде мынандай бір жұмыртқа әдеттегі. Давай аш көріп. Аш болғанша, давайте мен де мынаның дәмін көрейін. Бір андай ашты соустарға көп матырылған жұмыртқа ма бір бәле. Істесең болды, жұмыртқаның дәмі шығып жатқан жоқ. Ішіндегі сарысының дәмі шығады только. А былай сырты полный басқа бір қалай айтсам болды, соус па бір бәленің дәмі шығып жатыр. Нормально жеуге тұрарлықта екен бірақ. Короче, кәдімгідей жұмыртқа екен, обычный. Жұмыртқа ма кәдімгі сырты? Иә? Сырты кәдімгідей жұмыртқа екен, прикиньте, надан сол. Обычный жұмыртқа сияқты, бірақ дәмі енді басқаша болып қалған ма деп ойлаймын ше. Короче, мынаны әрең дегенде аршыдық, ішінен мынандай бір сары бір бөле шығып кетті, бір піспеген ба не болып кетті түсінбедік әйтеуір. Елана жеп көрсін, егер Елана талып қалмай, өліп қалмаса, онда біз жейміз, да? Егер талып қалсаң, бір бәле болып қалсаң, онда біз жемейтін боламыз. Не болды? Қышқылма. Қышқыл ма екен, тұзды ма екен, ашты ма? Қайсы, біз көрейікші. Түріне қарасаң, негізі обычный жұмыртқа сияқты, бірақ та білмеймін енді, мына сарысы не болып жатыр, бір сұмдық болып жатыр, бірақ көрейік бісміллә. Йома. Еба. Су керек маған. Сөздің ашығын айтайын, ана жұмыртқа алдындағы кішкентай жұмыртқа бар ғой, ол бөдененің жұмыртқасы да. Сол бөдененің жұмыртқасымен салыстырғанда мына жұмыртқа өте ашты, қышқыл, в общем, өте бір сұмдық екен. Маған вообще ұнамады. Саған ше, Елана? Маған ұнамады. Ұнамады? Не алғасың, а? Ой, просто Болды, түсіндік. Енді келесі бізде как раз сок. Қышқыл ауызды неғып атқанда сок әдемі кететкен, да? Міне мынандай сок, қандай? Клубника бар дейді, сосын анау бар дейді. Міне бұлай соғылады екен. Еще мынаяқтан ашып бұлай ішсе де болады, прикиньте. Жоқ, шынымен екен. Şu мынау не үшін сонда? Мынау бір нәрсеге арналған, вроде. Не знаю, не үшін екен. Но мынаяқтан сұғып, короче, іш көретін болады, давай. Әппақ екен, көрдіңіздер ма түсі? Сырты қызыл болғанмен, бір қана жері әппақ екен. Қатты әппақ емес, біраз әппақ. Да, не знаю. Әмді ма? Қайсы бізде көрейікші. Дәмі деген. Прям тема ғой дәмі деген. Ё-мое, маған өтте қатты ұнады. Тем более ана жаман жұмыртқадан соң мына сок ішсең вообще идеально болып кеткен. Сізге ұнады ма жалпы? Иә. Енді біз келесі затты көретін боламыз. Келесі мынандай сырды көретін боламыз. Нан ба, бір бәле. Сэндвич па, сондай бір нәрсе десе болады. Кейк деп тұр. Тортик. Мынау тортик вроде. Ема. Мынаны қараңыздар. Вау, түрін қараңыздар. Міне мына ортасы мынандай екен, сырмен еще ортасы былай не қылған, мынау еще жұп-жұмсақ, көрдіңіздер ма? Еба, көр ал дәмін. Егер сен нормально болатсаң, онда мен көретін болам.
Қалай дәмі? Ортасын көрсет. Осындай ортасы. Өзгеріс жоқ. Дәмі қалай енді? Дәмді. Конкретно айта алмайтын сияқты сестренкам. Так что всегда мен көретін болам. Білмеймін. Дәмі әдемі. Дәмі күшті прям. Торт десе натуре торт екен. Білің, ыңғайлы әдемі торт екен прям. Маған өте қатты ұнады. Ал енді мынау соңғысы жүгерден жасалынған чипсы сияқты, иә. Көр ал дәмін ашып. Іші осындай екен. Иісі деген бұрқырап жатыр. Жүгердің дәмі бір нәрсенің иісі шығып жатыр. Қалай ұнап жатыр ма сізге? Дәмі күшті. Мыналармен салыстырғанда қалай, жұмыртқалармен салыстырғанда? Күшті. Ең күшті ма? Ал осы бесеуінің ішінде сізге ең қатты ұнаған қайсы? Бірінші орын. Сок бірінші орын, екінші орын? Тортик екінші орын, үшінші орын? Чипсы, и сосын? Кішкентай жұмыртқа ма біріншісі? Кішкентай жұмыртқа ең соңғы ұнамаған дәу жұмыртқа ма? Иә. Енді мен жек көрейін андайым қандай болған. Негіз жүгердің дәмі шығып отыр. Бірақ та андай жағымсыз болып кетеді ғой кейбір, мысалы араласқанда ше. Бұл ондай емес, прям дәмді натуре. Керемет, короче, бір сөзбен өте керемет жасалынған екен. И видео осылай болды. Қарындасым сол китайский магазинге барғанда осыларды алғысы келді бір сөзбен. Так что, егерде тағы да жалғасын шыққан қалсаңыздар, не істеу керек екенін білесіздер, комментке жазып кетіңіздер. Сонда келесі видеода тағы да осындай форматты бір бәле қылып шығаратын болам. Сіздермен болған мен Ерді, қарындасым. Келесі видеода кездескенше бақтан сәт, давайте.